Осында 6 жыл келіп жүрсіздер. Сіздер ше? Мен 8 жыл. Сіз 8 жыл келіп тұрасыз. Арбамен келіп Балдақбекке кеткен адамдар болды ма? Болған. Менің бір байқағаным, Мойылды шипажайы туралы білетіндерден гөрі білгісі келетіндердің қатары әлде қайда көп. Осы шипажай Павлодардың іргесінде орналасқан. Бұл шипажай аты айтып тұрғандай Мойылды ауылында Тұзды көлдің жанында орналасқан. Баршаңызға сәлем, менің есімім Ырымбек Қабиден. Бүгінгі видеоблогым Мойылды шипажайы туралы болмақ. Менімен бірге болыңыздар. Шипажайға баруды жоспарлаған адам әрине бірінші кезекте жанына жайлы жатын бөлмені іздейді. Мінекей Мойылдыдағы ең арзан нөмірлер 10.300 теңгеден басталады. Міне көріп тұрсыздар, бұл ең арзан нөмір. Мұнда 2 бөлмеден тұрады. А және Б бөлмесі, міне қараңыздар, ішіндегі жағдайды көрейік. Осындай кішігірім бөлме. Сәлемат, апай. Міне осындай телевизоры бар. Неше канал көрсетеді, апай? 4-5 канал көрсетеді. Аха. Ыңғайлы ма? Жататын орын? Таза ма? Таза, суда жаңа. Аха. Мінекей көрдіңіздер. Бұл Мойылдыдағы ең арзан, ең қолжетімді жатын бөлме. 2 кісілік. 2 кісілік, аха. Бұл жағы 2 кісілік, ар жағы 2 кісілік. Енді ары қарай апартаменті деген ең қымбат нөмірге барайық, соны көрейік. Мінекей ең қымбат апартаментке келіп жеттік. Жаңағы ең арзаны 10.300 теңге болса, мұнда қателеспесем 32.000 теңге тұрады. Мінекей қараңыздар, қандай керемет көрініс. Міне осындай көрінісі бар, осындай кең сарайдай нөмірде тұрғыңыз келсе, аздап шығындалуға тура келеді. Жатын бөлмелердің қандай жағдайда екенін көрдіңіздер. Ендігі қызық, ендігі мәселе ем қабылдау үдерістері. Ол жайлы бүгін бізге Мойылды шипажайының бас дәрігері Медхат Сайтахметұлы айтып береді. Біздің шипажайдың негізгі ем беру түрлері осы балшық емдігімен, рапа минералды сулары еммен және физиоэлектрикалық аппараттарымен ем беру негізі. Осы шипажайда қанша адамды қабылдай алады, қанша адам емделе алады бір уақыт? Қабылдау мөлшері 600 адамға дейін жетеді. Біз қазір қай жерде тұрмыз? Біз қазір ем қабылдайтын балшық пен рапа ванна берілетін отделениеде тұрмыз, бөлімшесінде. Бүгінше егер балшық қабылданса, ол келесі күнге норма бойынша екінші күні ол кісі рапаға қабылдау керек. Мына жерде демалушылар су алып жатыр екен. Оның қандай денсаулыққа пайдасы бар? Біздің Мойылды шипажайында жерасты минералдық су қоймасы бар. Мына судың қасиеті созылмалы гастрит ауруына, ішек құрылысын тазалау өте жоғары бағаланады. Жаңа көрген емдік қара балшық біздің мына Мойылды көлінің түбінен алынады. Бұл лайдың құрамында сульфиттік натрийлік қосындылар
тірек ауруларына, жаңа жоғарыда айтып кеткен басқа аурулардың түбіне қасиетті, керекті заттардың қосындысы өте көп бұл қара балшықтың құрамында. Сондықтан емдік ретінде қолданылады. Осы тірек қимыл аппараты зақымдалған, мысалы арбамен келіп, сосын енді жүріп кетті демейін, арбамен келіп балдақпен кеткен адамдар болды ма? Болған. Ондай адамдар болды? Болды. Кездесіп тұрады. Біз қазір гальвано грязи бөлімшесіне келдік. Гальвано грязи, яғни гальван балшығы бөлімшесі. Мұндағы қарапайым халықтық емнен айырмашылығын қазір түсінесіздер, жүріңіз. Мінекей мына жерде Мойылды көлінің түбінен алынатын қара балшық осылайша матаға оралады. Содан кейін ол медициналық аппаратқа қосылып, дененің ауырып тұрған жеріне қойылады да ем беріледі. Оны қазір сіздер көресіздер. Мінекей осы шипажайдың медициналық қызметкерлері қазір мысал ретінде менің тіземнің үстіне жаңаға матаға оралған балшықты қояды да, міне мынау тұрған медициналық аппаратты сол балшықтың ішіне жалғайды. Жалпы осы балшық пен ток арқылы емдеудің ең басты ерекшелігі жай қарапайым емдеуден бағанағы айтқанымдай бұл тезірек денеге, жаңағы ауырып тұрған жерге сіңімдірек екен. Әр адамның ауруының емдеуіне байланысты қабылданады. Көп келушілердің орта жасы 40 жастан жоғары кісілерге келеді. Енді мұнда келушілерге ең маңыздысы жаңағы жатын бөлменің жайлылығы, ем қабылдаудың сапасы, және де сосын одан бөлек сауықтыру бір шаралары, бір іс-шаралар ұйымдастырыла ма сіздерде? Бұл жерде сауықтыру орнында еммен қатар бізде емдік физкультуралық сабақтар жүргізіледі. Онымен қосымша буын ауруларына профилактика ретінде қара жорға қазақтың биін жүргіземіз. Қазірде болып жатыр. Қазір нешен кезінде бұл? Қазір. Кім? Қара жорға нешеде болады? Барып көрейік қара жорға. Қыздар, келіңдер, жігіттер, мен қара жорға билейік. Ой, жарай жігіттер ғана. Тағамдар қалай, ұнай ма? Ұнайды, өте жақсы. Диеталық тамақты даярлайды бізге арнап 9-ші столға. Барлығы жақсы. Рахмет көп-көп. Ассалаумағалейкум. Осы жерге енді 10 күнге келген шығарсыздар, 13 күнге. Енді бір-біріңізбен таныстыңыздар. Бір көрген таныс, екі көрген туыс болып кеттіңіздер ма? 6 жыл бірге келдік. 6 жыл? Осында 6 жыл келіп жүрсіздер. Сіздер ше? Мен 8 жыл. Сіз 8 жыл келіп тұрасыз. Ой, керемет. Санатория ұнағаннан кейін біз басқа жерге барғымыз келді. Осы романтикасын келе беремін. Керемет жақсы, содан кейін мына ұйымдастыру мәселесі керемет жақсы. Мына Фархат азаматымыз бізді жақсы қарсы алады. Барлығын білесіздер, Білеміз уже 8 жылда бәрі. Бұл жерде бір кішігірім мафия пайда болды осында. Жылына бір кездесіп тұрасыздар, былай? Егер де 1-2 жыл жүрсең, мафияның мүшесі боласың. Жақсы, ем қалай жалпы, ем?
Емі керемет. Bir жылға жетеді. Өте жақсы. 1 жылға жетеді. Аурудың емін іздемей, ауырмайтын жол іздеп, еліміздің түкпір-түкпірінен ағылған демалушылар бір келгеннен кейін жыл сайын келіп тұруды дәстүрге айналдырады. Соның өзі шипажай қызметінің емдеу шараларының сапасының жоғары екенін айғақтайды. Олай болса, аяқ қолыңыз сырқырап, буындарыңыз ауырса, дереу Мойылдыға жол тартыңыз. Сіздермен бірге болған мен Рымбек Қабиден, амандықпен жүздескенше.